Сәлем құрметті көрермен, сізді көргеніме қуаныштымын. Сіздерден өтініш арнаның дамуына өз үлестеріңізді қосуыңызды сұраймын. Тікелей шот экрандарыңызда көрсетулі сіздерден көмек менен қызмет. Стэн Ших шамамен $13 миллиард табысы бар әлемге әйгілі тайвандық АК компаниясының негізін қалаушы. Компания құрылған күннен бастап микроэлектроника өндірісімен айналысады. Бүгінгі таңда әсік серверлік жабдықты, компьютерлерді, деректерді сақтау құрылғыларын, санды құрылғыларды және ұсынады. 21 ғасыр технологиялары әрқашан сізбен бірге портативті компьютерді алуға мүмкіндік береді. Бұл жаңашылдық үшін алғысымыз шексіз. Стэн Ших әлемге әйгілі тайвандық АК компаниясының негізін қалаушы. Бүгінде ол көптеген елдерде табысты жұмыс істейді. Компанияда 39 мыңға жуық қызметкер жұмыс істейді. Оның кірісі шамамен $13 миллиард долларын құрайды. Бірақ бір кездері бәрі $25,000 капиталдан және 11 қызметкерден басталды. Олардың арасында, айтпақшы, Стэннің әйелі Керолин де болды. Күйеуімен бірге ол бизнесте ұзақ және табысты жолдан өтті. Маман және іскер серіктес ретінде өзінің құндылығын көрсете білді. Стэн Ши өз компаниясын 1976 жылы құрып, оны Multitouch International деп атады. Бастапқыда компания микроэлектроника өндіруден басқа ештеңе істемейді деп болжанған. Бұл 5 жыл бойы жалғасты. Оның барысында Multitouch International тайвандық ойын компаниялармен ынтымақтасады. Дегенмен Стэн заманауи нарықтың қажеттіліктерін мұқият зерттей отырып, сол кездегі қаражат пен күш-жүгерді мүлдем жаңа бағытқа, дербес компьютерлерге салу тиімдірек деген қорытындыға келді. Осылайша 1979 жылы бірінші Тайвань компьютері экспортқа шығарылды. Біртіндеп компания жаңа үлгілерді шығара бастады және қазірдің өзінде ACK деп аталды. Ол латын тілінен аударғанда белсенді, мақсатты, ақылды дегенді білдіреді. ACK жылдан қарқынмен дамыды, оның өнімдері жыл сайын сұранысқа ие болды және жаңа нарықтарды жаулап алды. Стэн Ши саясатына әртүрлі электроника компанияларын сатып алуда кірді. 1988 жылы американдық Counterpoint Computers компаниясы сатып алынды. Ол шағын компьютерлердің негізгі әзірлеушісі және өндірушісі болып саналды. Бір жылдан кейін Стэн Ших дәл осылай голландиялық Kangaroo Computer корпорациясын қабылдады. Ол кейінірек SRU бөлімшесінің өндірістік қуаттарының флагманы болды. Стэн Шихтің келесі қадамы ақш-тың жартылай өткізгіш өнеркәсібінің көшбасшысы Texas Instruments компаниясымен бірге жад микросхемаларын шығаратын бірлескен кәсіпорын құру болды. Табысты кәсіпкердің тәбеті тез өсті және 1990 жылы $100 миллион жуық соманы шығарып, ACK Alice Computers сатып алды. Көп пайдаланушылық жүйелерді өндіруде көшбасшы. ACK компаниясының дарынды инженерлері компанияның ішкі әзірлемелерімен қатар сатуға арналған технологиялар үшін де жұмыс істеді. Мысалы, 1991 жылы тайвандықтар жасаған чип-ап технологиясын атақты Intel компаниясы 3 жылдан кейін ғана сатып алды. Компания өте қарқынды дамып келе жатқандықтан жаңа штаб табу керек болды. Стэн Ших Сингапурды таңдады, өйткені ол қала мемлекет оның бизнесін кеңейту және жақсарту үшін ерекше қолайлы жағдайлар ұсынады деп сенді. 1997 жылы ACG өзін компьютерлік индустрияның көшбасшысы ретінде бекітті. Портативті компьютерлерді әзірлеу және сату үшін компания өте қолайлы бағамен Texas Instruments бөлімшесін сатып алды. 1994 жылдан бастап ACG әлемдегі дербес компьютерлердің ең ірі жеткізушілерінің ондығына кіреді. Негізгі өндіріс орындарымен бірге компанияның 24 елде 30-дан астам жеке құрастыру цехтары бар. Үлкен бизнес үшін салыстырмалы түрде қысқа мерзімде Стэн Ши заманауи сатып алушыға ұсынатын нәрсесі бар үлкен империяны құра алды. Бүгінгі таңда ACK компаниясы өнімдердің кең ассортиментін ұсынады. Серверлік жабдық, үстелдік және ноутбук компьютерлері барлық түрлері. Деректерді сақтау құрылғылары, сандық құрылғылар, мониторлар және перифериялық құрылғылар, скіт теледидарлар. Сонымен қатар компания кәсіпорындарға, білім беру және мемлекеттік ұйымдарға, сондай-ақ күнделікті өмірде көптеген электрондық бизнес шешімдерін ұсынады.
Осылайша шағын Тайвань компаниясы әлемнің 100-ден астам елінде кең сауда желісімен жоғары сапалы қызмет көрсетуді құра алды.